Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен ерекше дәмді тұздалған тауықтың қанаттарын дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен тауығымыздың қанаттарының осылай сүйегін, бөлігін, қанатының ұшын алып тастаймыз. Керек емес бөлігін, барлығын осылай керек емес бөліктерін кесіп, алып тастап, дайындап аламыз. Келесі осыған тұздайтын соусымызды дайындаймыз. Дәл видеодағындай осындай ащы қызыл соусымызды мен 2 қасық қостым. Сіздер қатты ащыны жақсы көрмесеңіздер 1 қасық қоссаңыздар болады. Үстіне 4-5 қасық майонезімізді қосамыз. Және дәмдеуіштерімізді қосамыз. Тұзымызды қосамыз. Паприкамызды қосамыз. Және барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі қылдырып, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Сосын кейін осының үстіне зәйтүн майын қосамыз. Міндетті түрде зәйтүн майын қосыңыздар. Өйткені сол зәйтүн майы арқылы сіздердің жаңағы тауықтарыңыздың қанаттары өте жұмсақ әрі сочный дейді ғой, сондай күшті болып піскен кезде. Зәйтүн майын қосып, осы ыдысымызға, бұл ыдыс менде тапервардың ыдысы, беті қақпағы бар, жабылатын, өте ыңғайлы, осындай тұздағанға барлық жаңағы тауығымыздың қанаттарын салып, бетін жауып, жақсылап шайқаймыз. Осылай шайқаған кезде барлық тауықтың қанаттарына жаңағы соусымыз барлық жеріне тиіп, өте күшті болады. Міне, барлық жеріне бірдей тиді. Енді осыны жауып қоямыз да, холодильникқа 4-5 сағатқа қойып қоямыз тұздалғанша. 4-5 сағат өткеннен кейін біздің тауығымыздың қанаттары тұздалып, тұзы сіңіп, дәмді болып тұрады. Сосын осылай противенге салып алып, жаңағы ыдысымыздың түбінде қалған соустың барлығын тауықтың бетіне жағып шығасыздар. Осылай дәл видеодағындай алдын ала қызып тұрған 200 градустағы духовкада 30-40 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің тұздалған тауығымыздың қанаттары дайын. Дәмі енді сөзсіз ерекше дәмді болып шығады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде дайындап көріңіздер. Оңай, тез әрі қарапайым рецепт. Және видео ұнап жатса, соңында лайк, коммент жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын!